аңызды айтып беремін, бәріңіздің ауыздарыңыз ашылып қалады. Бұрынғы заманда адамдар күнде балық аулап жүрген суда бір әйел өліп қалыпты. Содан кейін ол суға балықтар мүлдем жоламай кетіпті. Барлығы судың бетіне шығып өліп қалған. Бейшара адамдар балықсыз қалып, енді не істейміз деп жүргенде бір еркек өзін ұстай алмай суға кіші дәретін сындырып алады ғой. Содан кейін балықтар өзімен өзі жүзіп келіп көбейіп кетіпті. Мәссаған, бұндай аңыз естем деп ойламаппын. Содан кейін адамдардың отходтарды киелі деп санап, арнайы осындай музей, парк жасаған. Кореяда бұндай парк екеу деп естідім. Барып көру керек болды, иә? Кореяның бүкіл адамы білетін бір аңыз бар. Кеше ғана Хэллоуин болды, сол үшін сіздерді бір шошытып алайын, иә? Бұрынғы заманда Энна атты әдемі қыз өмір сүріпті. Балық аулайтын бір жігітпен атастырылып қойылған екен. Бір күні сол балықшы жігіт балық аулауға өзінің болашақ әйелін алып кетеді. Сен судың жағасында отырып мені күт, мен балық аулап болып қайтып келемін дейді. Алайда қатты толқын басталып кетіп, жігіт өзі үйіне қайтып кетеді да, ал қыз бейшара сол жерде отырған күйі қалып кетеді. Болашақ күйеуін күтіп сол жерде суға батып қайтыс болады. Ал сол күннен бастап суда ешқандай балық өмір сүрмей қойды. Ал судың жағасында ақ көйлек киіп тұрған қыздың аруағы тұрады екен. Сол аруақ әлі үйленбеген жігіттерге тиіседі екен. Артынан қалмай аңдиды екен. Енді бір бойдақ жігіт келіп, судың жағасына өзінің кіші дәретін сындырған соң ғана жаңағы аруақ қыз тынышталыпты. Ешқандай жігітке тиіспей қойыпты. Яғни тағы да жаңағы туалет музейіне қайта ораламыз. Қызық, негізі осы именно тұрмысқа шықпай қалып кеткен қыздың аруағы жайлы көп дорамаларда естігем. Кореяда тағы фан дис деген миф бар. Ол мифте егер адам түнде вентиляторды қосып ұйықтап қалса, ол енді ешқашан оянбайды. Именно түнде ауа жетпей қайтыс болады деген сөз. Осы мифтің кесірінен Кореядағы кейбір кондерларда түнде қосылып қалып кетпесін деп таймер қойып қояды екен. Негізі мифтен бөлек желательно түнде кондерді қосып ұйықтаудың қажеті жоқ. Тіпті қанша ыстық болса да, адамды жаймен өлтіретін аппараттардың бірі именно кондер. Ал мына айтатын мифім мені қатты ренжітті, өйткені мен 4 число күні туылғам. Қазір тұрып жатқан этажым 4 этаж. Ал Кореяда 4 саны өлім саны болып саналады. 4 кәріше са болып айтылады, ал са сөзі өлім дегенді де білдіреді. Қаншама больницаларында екен F этажы, содан кейін барып 5 этаж. Дата вот 4 санын ұнатпайтындары сонша, адамдар үй сатып алатын кезде 444, 404 санға вообще жоламайды. Ал үйді сатушылар арзандау қылып қояды үшін. Егер Кореяға көшіп барсам, үйді арзандау қылып алу үшін 4